Біз тіліміз бар кезде ғана қазақпыз. Тіліміз жоғалса, қазақ емес, біз мазаққа айналамыз. Ассалаумағалейкум. Қазір мен ана Қытайдың қазақтарының әңгімесін тыңдап өткенде намыстандым. Өзімнің ана тілімде таза қазақша сөйлей алмайтыныма. Себебі мен орыстың көп сөздерін қосады екенмін. Просто айтқан кезде деп тұрып, просто деген сөз бір қазақтың сөзі сияқты көп қолданады екенмін. Просто енді көп енді айта берсем, енді қазір мен енді біраз болды өзіммен жұмыс жасап жүргеніме, сондықтан ондай сөздерді қоспай сөйлеуге әрекет жасап жүрмін. Себебі көптеген бейнетаспаларды көремін, шетелдің, басқа елдердің, олар ешқайсысы өзінің тіліне араластырмай сөйлейді екен. Біз ғана сорлы қазақ араластыра береміз ғой орыстың сөздерін тықпалап. Ал енді мына қазіргі мынау ғаламторға милары ауып қалған, милары металлон болып кеткен қазіргі мына жас буын, мына мектеп қабырғасындағы, универ қабырғасындағы жүргендер шетелдің ағылшынның жаңа сөздерін бізге тықпалап көп қолданады екен. Мына психолог дегендер шықты дағы, солардың да жаңағындай бір терминдерді көп қолданады. Жаңа не дейді, құдай-ау, экс деген сөз шықты. Экс деген не ол? Бұрынғы дейді, экс күйеуі, экс әйелі деген сияқты. Бір өсекке экс дегенде бір құлаққа да жаман естіледі екен. Бір амбассадор деген сөз шықты, құдай-ау, мен ананың амбассадорымын, мен мынаның амбассадорымын. Қазақша баламасы бар ғой кез келген сөздің. Қазақ ойын көркем түрде жеткізу үшін тұрақты сөз тіркестерін қолданған. Бірақ шетелдікін емес, өзіміздің қазақ тіліндегі сөз тіркестерді. Соларды бойыңа сіңірмей жатып, қазақтың тілі мен әдебиетін бойыңа сіңірмей жатып, сен қай-қайдағы тілді, қай-қайдағы шетелдің терминдерін біздің қазаққа кеттік баламаңдаршы. Орыстың кіріп былығып атқанымыз жетеді. Енді ағылшынның не дейді, құдай-ау, red flagsың ба, green flagsың ба дейді. Одан да намысың бар ма жоқ па дей салсайшы. Осындай сөздерді кірістіріп өткенде біреу шығарыпты. Мен осындай терминдерді жаттап жатырмын. Қазіргі жаңа жастардың арасында өзімді еркін топас сезініп қалмайын деген сияқты мағынада. Шетелдің терминдерін жаттау деген сауатты деген мағына емес. Сен өзіңнің тіліңді толық меңгермей жатып, әдеби тілде саған кітап оқыса кейбір сөздерді түсіне алмай жатқан миыңмен сен қандай сауатты боласың, сен шетелдің бір-екі терминін жаттап алып. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Біліңдер шетелдің тілінде сөйлеңдер, бірақ сен қазақтың тіліне ештеңе қоспай сөйлесеңші. Дәлірек айтқанда, осындай жайттар менің қарнымды аштырып, қабағымды салбырады, көңіл күйімді түсіріп жатқан болғандықтан сіздермен оймен бөлісе кетейін дедім. Айналайын жастар, немесе ойланайық, сөйлеген кезде не таза орысша сөйлеңіздер, не таза қазақша сөйлеңіздер. Бір-бірімен тықпалап араластырып, бал татыған тілімізді у татытып, былықпайын шығармайық, намыстанайық. Біз тіліміз бар кезде ғана қазақпыз. Тіліміз жоғалса, қазақ емес, біз мазаққа айналамыз. Аман болыңыздар.